бір медсестра жазып, мен сіздің участковый медсестраңызбын. Осыған дейінгі тапсырған анализдеріңізді жіберіңізші. Платын тапсырыпсыз ғой деп. Сосын мен жібердім өткен аптада. Содан кейін айтады, иммунология тапсырмапсыз ғой, срочно иммунология тапсырыңыз депші. Мен айтам, қашан тапсыру керек десе, бүгін тапсырыңыз, түстен кейінгі қазір жазып қоямын деп. Иммунологияға түстен кейін тапсыра ма, оны аш қарынға тапсырмай ма дедім да. Сөйтсем айтады, қазір мен қыздармен сөйлесем, сізге код жіберем, сіз срочно кодты маған айта қойыңыз, түстен кейін сізді қабылдайды деп. Мен айтам, олар қалай наркологный желудок қабылдайды деп. Сөйтсем айтады, онда түске дейін қазірге жазайын, сағат 11-ге барып тапсырыңыз, тамақ ішпеңіз 11-ге шейін дейді. Жарайды дедім. Енді қарасам, айту паспорт дегеннен маған шестизначный код келіп тұр. Ал бұл айту паспорт дегеніміз сенің паспортың электронный. Сен бүкіл бұрын банкіге код сұрайтын еді, бұл банкке де, сенің мына телефоныңның нөміріне де, барлығына да полный сені заменить ететін жаңағы не электронный доступ. Сосын мен айтым, мынау айту паспорты ғой, бермеймін саған депші. Онда удостоверениеңізді беріңіз дейді. Мен жібермейін дедім. Сосын срочно поликлиникаға звонить етіп, служба безопасности деді қоссам, представляете, енді осындай келеді екен. Айду паспорт дегеннен келсе, шестизначныйды ешкімге бермеңдер.